Assalamualaikum жігіттер. Бүгін Nissan Primera автокөлігінің щиток прибордың лампочкаларын ауыстырамыз. Бірінші болып бір шуруп, екі шурупты ағытамыз үстіңгі жағында. Сосын магнитофонды тартып аламыз бері. Магнитофонды алғаннан кейін мына жерде бір шурупты, екі шуруп, үш шурупты ағытамыз. Сосын мынаны бері өзеніне қарай тартамыз. Мынаны өзенге тартсам былай шығады. Шыққан уақытта арада трос болады, өзім ағытып қойғанмын. Тросты ағытамыз, былай алып қоямыз. Сосын рөлдің астында бір шуруп, екі, үш, төрт, бес шуруп болады астында. Бес шурупты ағытамыз. Сосын арасына отверткасын тауып, былай бұра жібереміз, сонда ашылады, көтеріледі. Мына рөлдің үстіндегі пластмасын аламыз. Сосын нарадан былай отвертканы тауып көтереміз. Көтерсең шығады бері қарай. Мына босап тұр. Сосын артында проводтарды ағытамыз. Бір провод, екі провод, үш проводты ағытамыз. Сосын оң жағында мына фишкамен гофраны алып тастаймыз. Мына пластмасын аламыз, ал оңайға соқпайды. Сол жағынан шығады. Міне уже пластмасаларын алып тастадым. Сосын щиток приборда бір шуруп, екі шуруп, астында міне бір шуруп, төртінші шуруп, төрт шурупты ағытып, щиток приборда аламыз. Төрт шурупты ағытқаннан кейін тартамыз, бер жаққа шығады. Бір, екі, үш, төрт. Артында лампочкаларын ауыстырамыз. Сосын қалай шашылды, солай жинаймыз по очереди. Ұнаған болса лайк басып тіркеліп кетеміз.